Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгінгі кезекті қарастыратын тақырыбымыз бұл бізде майшамдар, свечалар. Жалпы майшамдар деген дүние жапониялық майшамдар деп аталуының себебінің өзінің тарихы бар. Кезінде Жапонияда осы майшамдар арқылы күрішті жалпы есебін шығаруға, өлшемін шығаруға қажетті инструмент ретінде қолданғандықтан, сөйтіп тарихта жапониялық майшамдар, яғни японский свечи деген атап қалып қойған екен. Ары қарай толығырақ қызық болса, өздеріңіз қарап оқып шықсаңыздар болады интернеттен. Ал бүгінгі қарастыратынымыз жалпы графикте білесіздер, трейдингте андай-мындай қызыл-жасыл графиктер көп, иә. Соның ішінде ол не нәрсе, ол жердегі ол қалай жұмыс жасайды, нені білдіретінін түсіну үшін біз осы жапониялық майшамдар туралы айтатын боламыз. Жалпы қараңыздар, оны түсіндіру үшін мен мынандай нәрсені қолданамын. Мысалға, базарды алайық. Базар примерно сағат 9-да ашылайық дейік. 9-да ашылады, 9-да мысалға картошканың бағасы шамамен 400 теңге деп алайық та. Енді әркезде әрқалай 400 деп орташа есеппен ала берейік. Килограммы 400 теңге болып тұр екен дейік. 400 теңге болып тұр. Ол 200 шығар, 300 шығар, маңызды емес, тек мысал ретінде алып отырмыз да. Сөйтіп базарда ашыла салған кезде картошканың алғашқы бағасы 400 теңгеден бастап сатылды. Бастапқыда енді көп таңертең кезінде особо қатты адамдар жоқ, барлығы жұмыста, сауда асты қызып жатқан жоқ. Сол кезде картошканың бағасы шамамен примерно 190-ға дейін сатылды килограмм. Сөйтіп түсте обед кезінде сауда қызып бастады, баға тіпті 450-ге дейін көтеріліп кетті килограмм. 450-ге дейін көтеріліп кетті. Сөйтіп уже кеш бола бастады, адамдар қайта бастады, базарлар жабыла бастады ақырындап. Сөйтіп не істеді? Сағат мысалы 17:00-де базар жабылсын дейік. 17:00-де соңғы 440 деген бағамен сатылған болатын картошка. Осы арқылы біз нені біле аламыз? Яғни сағат 9 кезінде 400-ден басталды, ең төмен деген бағасы 190-дан сатылды, ең қымбат деген бағасы 450-ден сатылды, базар жабылатын кездегі соңғы бағасы бізде 440-тан жабылған болатын. Осы арқылы мына жасыл свечамыз бізге нені білдіріп тұр? Bir күндегі картошканың бағасы қалай қозғалыс берді, соны бізге жолын көрсетіп беріп тұр. Яғни свеча деген нәрсенің қызметі не екен? Bir күндегі, мысалға, әр уақытта, ол бір күнге қатып қалған жоқ, бізде таймфреймдер деген нәрсе бар. Яғни мына жерде менің көрсеткенім не? Bir күндегі. Мына жерде бізде TradingView сайтында таймфреймдер бар. Day бар, 4 сағат бар, 1 сағат бар, 15 минут бар, 5 минут бар. Мына ашып қалатын болсақ, қырғын нелер бар, уақыттар бар. Яғни мына жердегі менің көрсетіп тұрғаным бір күндегі картошканың бағасы қандай қозғалыстарға барды, осыны көрсетіп беріп тұр. Яғни свечаның негізгі бізге беретін көмегі не екен? Жалпы сол белгілеген уақыттың ішінде сол инструменттің бағасы қалай қозғалды, соны көрсетіп береді. Енді қараңыздар, бұл неге жасыл свечаға айналды? Себебі базар ашылғаннан бастап, жабылғаннан кейін, жабылар кезде ашылған бағадан жоғары жабылатын болса, демек ол жасыл свечаға айналады деген сөз. Ал егер де ол базар жабылатын кезде мына жақтан жабылып қалатын болса, онда ол неге айналады? Қызыл свечаға айналып кетеді. Разница сода. Яғни жасыл свеча бізде өсіп тұрған білдіретін болса, қызыл свеча бізде құлап тұрған білдіреді екен. Енді қараңыздар. Жалпы мына свечаның, мына мен сізіп көрсетейін. Мынау бізде свеча болатын болса, бізде мына жерлерде несі болады? Мынандай іздер болады. Бұл іздері нені білдіреді? Және біз көргеніміздей, мынау ашылған бағасы болатын болса, мынау жабылған бағасы, мына аралық бізде денесі деп аталады. Ал мына нелері, сызықтар, бұл бізде, мынау денесі болатын болса, мынау ізі деп аталады. Ізі деген, яғни айтып тұрғанда жүріп өткен ізі, жүріп кеткен ізі, баға осыған дейін барған дегенді көрсетеді. Яғни свечаның жалпы денесі болады және ізі болады екен. Ізі не үшін десеңіз, баға сол бағытқа дейін барғанын көрсету үшін, белгілеу үшін ізі бізге қолданылады екен. Енді не үшін жасыл болады десек, ашылған бағадан жоғары жабылатын болса жасыл болады, ашылған бағадан төмен жабылып қалатын болса, онда ол қызыл свечаға айналады екен. Енді бұл жерде таймфреймдер туралы айтып кетсек болады. Мына жерде біз бір күндегі картошканың базардағы бағасының қалай қозғалыс бергенін айттық. Яғни бұл жердегі таймфрейміміз бір күндік таймфрейм болып тұр. Ал енді қараңыздар, бір күннің ішінде мысалға бізде 1 сағаттық 24 свеча бар, жалпы бір күнде 24 свеча бар. Яғни мынаның ішінде 9-дан 10-ға дейін мынандай свеча болуы мүмкін, мысалы мынандай свеча болуы мүмкін.
10-нан 11-ге дейін мынандай свеча, сөйтіп 24 1 сағаттық свечалар бүйтіп құрап, барлығы бір күндік свечаны құрайды екен. Яғни сіз мына жерден қандай таймфреймді таңдайтын болсаңыз, сол таймфреймге қарай сол уақыттың қозғалысын көрсетіп береді деген сөз. Яғни 1 сағатты қоятын болсаңыз, мысалы сағат 9-дан 10-ның аралығындағы қозғалыс қалай болды? Төмен түсті, үстіге өсті, жабылғанда тура сағат 10-да осылай жабылды деп қойып береді екен. Яғни таймфреймге қарай, мысалы қандай таймфрейм қоямыз, сол таймфреймге қарап свечамыз сол уақыттағы қозғалыстарды көрсетіп береді екен свечалар, иә. Дәл солай, енді бізде жалпы нарықта всегда қозғалыс болады. Бірде өсіп жатады, бірде құлап жатады, бірде өсіп жатады. Ол жерде кімдер оларды қозғайды? Оларды сатып алушылар мен сатушылар қозғайды. Сатып алушылар мен сатушылар қозғайды, яғни көп адам сатып алатын болса, сатып алушылар көп болатын болса, баға өседі, а сатушылар көп болатын болса, онда баға құлайды екен. Яғни спрос көп болған сайын не істейді? Баға өсе береді деген сөз. Түсінікті ме? Ал барлығы сатып жатқан кезде онда құлайды деген сөз. Енді соған қарап мына свечаның түрін айтып көрейік. Мынандай бір свеча болсын. Баға мына жерден ашылған. Сөйтіп мына жаққа дейін өсіп көрген, бірақ та жабылған кезде қалай жабылған? Астынан жабылып қалған. Ал бұл бізді нені білдіреді бұл жерде? Яғни баға ашылды, сатып алушылар бағаны мына жаққа дейін көтерген, бірақ та не істеді? Жабылған кезде мынанша өскеніне қарамай сатушылар барлық күшін салып не істеді? Бағаны төменге қарай түсіріп жауып тастады. Демек, бұл не деген сөз? Бұл жерде сатушылар көп болса, баға ары қарай құлайды деген бір подтверждение алсақ болады. Бірақ та бұндай свечаның түрі шықты екен деп біз сразу шорт ашпаймыз. Бұл тек бір жалпы қозғалысты түсіну үшін сіздерге айтылып отқан дүние. Келесі, мысал ретінде мынандай свечаны алайық. Бұл қалай? Дәл солай қарама-қарсы баға мына жерден ашылған. Сатушылар барынша бағаны мына жерге құлатуға тырысқан, бірақ бәрібір не істеді? Айналып алып келіп мына жерден бағаны көтеріп тастады. Үстіге қарай. Демек, бұл жерде кімдер көп? Сатып алушылар көп деген сөз. Қанша баға құлатқанымен көтеріп алып келіп қайтадан орнын жауып, сатып алушылар жеңіп бағаны өсіп тұр деген сөз. Бұл жерде демек, сатып алушылар көп, баға қарай өсуі мүмкін деген бір подтверждение алсақ болады деген сөз. Жалпы бұл свечалардың әртүрлі түрлері бар. Мысалға, мына свечада біз не айта аламыз? Ешқандай ізі жоқ үстінде. Бұл демек, жолында ешқандай кедергі жоқ. Не істеді? Сатып алушылар өте көп, демек баға қарай өсуі мүмкін деген бір деңгейні айтып тұр деп айтсақ болады. Керісінше болуы мүмкін. Мысалы, мынаның қызыл түрі, болмаса, мынандай свечаның түрлері болады. Кіріс сияқты, плюс сияқты. Бұл нені білдіреді? Баға осы жерден ашылып, үстіге барып көрген, астыға барып көрген, бірақ жабылатын кезде ашылған орнынан жабылады. Бұл не деген сөз? Нейтральны. Яғни сатып алушылар мен сатушылар күрескен, сөйтіп екеуі теңесіп қалған деген сөз. Түсінікті ме? Сол арқылы бұл свечалар бізге не только жүріп қозғалысын айтады, жалпы кім қандай әрекет етіп жатқанын көрсетеді екен. Яғни өсіп жатыр ма, құлап жатыр ма дегенді түсіндіреді екен. Жалпы свеча дегеніміз осы, және де сатып алушы мен сатушылардың әрекетін осылай көрсетеді, және таймфреймдармен осылай жұмыс жасаймыз. Яғни әр таймфреймге қарап біз әр таймфрейм таңдау арқылы, мысалы 1 сағаттық болса, бұл 1 сағаттық свеча болады. 1 сағаттың ішіндегі қозғалысты свеча айтып беріп тұрады деген сияқты. Негізгі свечалар дегеніміз осы, графикте әртүрлі қолданылады. Мысал ретінде мына жақтан қарап өтсек болады. Мінекей. Мысалы, қазір менде 1 сағаттық таймфрейм тұр. Мысалы, мына жерде сағат 18, қазір неше болып тұр? Сағат 19:54 болып тұр. 5 минуттан кейін сағат 8 болады. Уже мына свеча менде не істейді? Мысалы, мына өсіп барып мына жерден жабылуы мүмкін, немесе мына жерден жабылуы мүмкін. Өйстіп 1 сағаттық свечам жабылады да, келесі 1 сағаттық свеча басталады. Яғни әр сағат сайын. Мысалға, D-ға қоятын болсам да дәл солай да. D-ға қоятын болсам, менің мына жердегі мына свечам, бүгінгі свечам, бір күндегі қозғалыс. Мынау кешегі қозғалыс, мынау оның алдында қозғалыс деген сияқты. Мына кезде енді бұл 24-ті, мынау 27 болып кетті. Неге? Өйткені арасында демалыс күні бар, суббота воскресеньені алып тастайтын болсақ. Енді мысалы 1 сағаттықты алатын болсақ, мысалы кешегі күн санайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Көріп тұрғандарыңыздай не? Түнгі сағат 3-тен келесі күннің 3-не дейін 24 свеча келіп, нені құрап тұр? Бір күндік свечаны құрайды деген сөз. Яғни сіз әр таймфрейм таңдасаңыз, 1 сағаттық болса, сол соңғы свечамыз бізде свечалардың барлығы сол таймфреймге қарай белгіленеді екен. 1 сағат болса, 1 сағат свеча, day таңдасаңыз, сол свечаңыз, әр свеча day таймфреймдағы қозғалысты көрсетіп тұр деген сөз. Жалпы
Жапондық майшамдар деген осы. Бізге беретін мақсаты жалпы сол біз белгілеген уақыт ішіндегі бағаның қалай қозғалғанын көрсетіп береді, яғни тарихын сызып береді былайша айтқанда. Сол арқылы біз ары қарай анализ жасап, соларды қолдана отырып, сатып алушылар мен сатушылардың әрекеті қандай болды, соларды бақылай отырып, анализ жасап, өзіміздің саудамызда қолданады екенбіз.